Құрметті оқырмандар, жазушы Оралхан Бөкейдің туғанына 80 жыл толуына орай Алтайдың ағиығы Оралхан Бөкей тақырыбындағы портрет кешімді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Қатонқарағай ауданында Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. 1961 жылы Шыңғыстайдағы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы орта мектепте пионерлік вожатый, кейінірек Алтай совхозында тракторшы болып жұмыс істейді. 1968 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін сырттай бітіреді. Большенарым ауданындағы Еңбек туы газеті мен Шығыс Қазақстан облысының коммунизм туы газетінің редакциясында жұмыс істейді. 1968 жылдан бастап Алматыда тұрады. Жастардың Ленин жас газеті менен Жұлдыз журналының редакциясында жұмыс істейді. 1991 жылдан бастап Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы болып тағайындалады. Әдебиетке өзіндік өнерін сала келген жазушы оқырманның өзгеге ұқсамайтын ерекшелігімен таң қалдырады. Оның барлық прозасы қайырымдылық пен зұлымдық, күш пен қайрат, нағыз және алдамшы рухани құндылықтар туралы ойлауға бағытталған. Оралхан Бөкей көркемсөз өнерінің шебері. Оның туындылары формасы жағынан өзіндік ерекшелігі бар. Оның кітаптары неміс, славян, болгар, ағылшын, венгер, араб, Қытай, жапон және тмд халықтарының тілдерінде аударылды.